бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Бірінші қалыптастырайық. Тілек Айдар әдісі психологиялық ахуал қалыптастыру. Қазір осыған байланысты тілек Айдар басталады. Келіп әрқайсымыз суретті басып бір-бірімізге өз тілектерімізді жолдаймыз. Мазмұн жақсы. Кезек-кезекпен шай береміз. Сөзі құндылықтарға байланысты, ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын балалар, бірінші топқа бөлініп аламыз. Алдарыңда құндылық негізінде берілген қойылған түрде сендерге беріліп отыр. Осыны басу арқылы үш топқа бөлінеміз. Бірінші топ бізде Махамбет Өтемісұлы, екінші топ Кенесары Қасымұлы, үшінші топ Сырым Жабылуы. Мына жерде шыққан сандар бойынша үшінші топқа барасың. Бөкей ордасына болған көтерілістің мақсаты анық көрінеді. Исатайдың старшындар съезінде сөйлеген сөзінде Исатайдың Ақбұлақ шайқасында. Өте жақсы. Жарайсың. Қай жылы өлтірді? Сезінген. Енді тұлғаны таны Айдар. Қазақ даласының митридаты деп жоғары баға берудің себебі неде? Қазақ хандығын жойып, кіші жүз бен орта жүзде округтық приказды құрған орыс патша үкіметіне қарсы ұлт-азаттық 1847 жылы Қырғыз елінің Майтөбе деген жерінде болған ең соңғы шайқаста Кенесары хан әскері қырғыздардан жеңіліп, Кенесары ханды жазаға тартты. Көгершін әдісі арқылы сұраққа кім жауап береді? Көгершінді басу арқылы бізде сұрақ шығады. Кім жауап береді? Күнайым шығам дейді. Көгершіннің үстін бір баспасақ, саған сұрақ шығады. Сұраққа жауап берсін. Кім дейді? Жұттық тапсырма, бірігіп отыра қаламыз, бес-бестен отырмыз. Жәнегі біреуміз үшеу боламыз, біреуміз екеу боламыз, енді тапсырмады. Ушар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Алдарында сұрақ беріп тұр. Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы Абылай ханның немересі кім? Дәптерге орындап жазамыз. Жұмыс жасаймыз, бұл жауабын жәнегі Сондықтан да Кенесары Қасымұлы көтеріліс жасаған болды. Жақсы. Сырымдардың көтерілісі болды. Сырымдар осы патша үкіметінің әділетсіздігі бойынша осы патша үкіметіне көтеріліс жасады. Жақсы, отырамыз. Кезек берейік. Сергіту сәтінде жақыныңды жаттай сыйла. Айдана. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанды. Жақсы. Енді мына суреттерге қара.
Makal kurap шығамыз. Сөзді қоямыз, қолды көтереміз. Астында біреуінде сұрақ бар бір чупа-чупста. Біреуінде жай қағаз. Ол сіздерге сыйлық. Қонысыңыз ғой, қазір тез-тез мен әр топқа барам, тез-тез ала қаламыз. Кімнің сұрағы бар, тұрып жауап береміз. Түсінікті ғой? Ал кімде сұрақ жоқ, оған мына компьютер сыйлыққа. Түсінікті ғой? Кеп бір-бірден аламыз. Тез-тез. Давай тез алшы. Айтыңдан бас. Қай жыл басталды? Қай жылдары болды, балалар бүгінгі жаңа тақырып. Кеңес Қасымұлы бастаған көтерілістің ерекшелігі неде? Наз кімге де бар? Деген салық Тайман келе ғой. Жақсы, молодец. Келесі сұраққа жауап береміз. Қатекен. Өзіміздің бағалау жаңағы домбырамызды